Қайырлы күн достар, сіздермен Әсем. Бүгін ерекше бәліш дайындаймыз. Қайнатылған крем және алма қосылған бәліш. Ең алдымен біз қайнатпалы крем дайындаймыз. Оған жүгері крахмалы, сүт, жұмыртқа, қант, ванилин қажет. Ыдысқа қант пен ванилинді және жұмыртқамызды жарып салып араластырамыз. Осы қайнатпалы крем дайындаған кезде сіздердің ыдыстарыңыздың түбі қалың болу қажет. Сол кезде крем күйіп кетпейді. Жұмыртқамыздың үстіне жүгері крахмалын салып араластырдық. Одан кейін сүтімізді құямыз. Барлығын бір тегіс етіп, түйіршектер қалмайтындай жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған отымызға кремімізді қайнатамыз. Креміміз отта тұрған кезде сіздер араластырып тұруларыңыз қажет. Қою болған кезде крем дайын болады. Крем дайын. Енді біз қамырын жасаймыз. Қамырымызға бізге сары май ерітілген, қант, ұн және зәйтүн майы, жұмыртқа қажет. Ыдысқа жұмыртқамызды жарып саламыз. Оның үстіне қантымыз салып, миксердің көмегімен араластырамыз. Қантымыз толықтай еріп, екі есе ағарып ұлғайғанша араластырамыз. Одан кейін ерітілген сары май, сүтті құямыз. Зәйтүн майын құямыз. Барлығын араластырамыз. Одан кейін ұнымызды екіге бөліп саламыз. Ұн және қамыр қопсытқышты салып, венчиктің көмегімен аст үстіне келтіріп араластырамыз. Ұнымыздың екінші жартысын салып, дәл солай араластырамыз. Қамырымыз дайын, осындай қоймалжың болу қажет. Енді бізге салмасындағы алмамыздың тазалап кесіп алуымыз қажет. Ортасын тазалап, кішкентай бөліктерге турап аламыз. Алмамыз дайын, қойытылған кремді мен осындай қалтаға құйып қойдым. Енді біз пергамент қағаз төселген ыдысқа қамырымызды екіге бөліп саламыз. Бір бөлігін салып, қамырдың шет-шетін тегістеп, оның үстіне туралған алмаларымызды саламыз. Алмамыздың үстіне екінші қамырымызды саламыз. Алмамызды жауып, қамырымызбен тегістейміз. Одан кейін қайнатылған кремді жолақша етіп, бәліштің үстіне құйып шығамыз. Бәлішімізді 180 немесе 170 градуста қызарғанша пісіреміз. Бәлішіміз пісті, енді біраз суыту қажет. Бәлішіміз жақсылап суығаннан кейін сыртындағы формасынан шешіп аламыз. Иісі керемет, жұмсақ, өте үлпілдек, әдемілік үшін бәліштің үстіне қант ұнтағын себеміз. Торттың орнына да сіздер осы бәлішті пісірсеңіздер болады, өте оңай. Ортасын кесіп көрсетейін. Ортасында алмасы және қайнатылған крем салмасы бар. Өте дәмді, нәзік бәліштердің бірі. Сіздер де осындай дәмді бәліш дайындаңыздар. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.